Бауырларымыздың арасында көп дау болатын нәрсе әйел кісіге дүние ілімін алуға бола ма дейді, абзал ма дейді осы мәселеде. Бұл негізі әйел кісіге болсын, ер кісіге болсын, ол ілім алу қажет, бірақ бір нәрсе, сол алып жатқан ілімі оның дініне зиян келтірмесе де. Егер ол кісі үйленген кісі болатын болса, онда ер кісімен ақылдасу керек. Әйел кісінің жұмыс істеуі, болмаса ілім алуы, күйеуінің мен ақылдасумен ғана болады, үйленгеннен кейін. Үйленгенше болатын болса, ол қыздың уәлиі. Көмесе оған жаңағы жанашыр адамның ақылдасуымен болады. Егер сол ол алып жатқан ілімі оның иманына, құлшылығына зиян келтірмейтін болатын болса, оған алған абзал. Өйткені кейбір ілімдер бар, мысалы өте қажет, керек болатын. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху кезінде мүшриктермен болған соғыстарда мұсылман әйелдері айтқанда сахабалардың жарақаттанған жараларын емдеу керек болған. Сол кезде бір дәрігерлік, болмаса бала туғызу мәселесі, бұл мәселелер керек болуы мүмкін ғой да. Тағы да басқа мәселелер бар. Тамақ пісіре ма, киім тіге ма, болмаса жаңа басқа да ілімдер бар. Есеп білу керек бола ма? Ол нәрсе білген жақсы, өйткені ол ешқашан зиян болмайды. Өйткені шариғатта бізге ол ілімді, бұл ілімді рұқсат берген. Тек қана иманымыз бен дінімізге зиян келмейтін болса, үйленген әйел күйеуінің ақылдасып, күйеуінің рұқсатымен ғана болады екен. Әйелінің күйеуін қай кезде қызғанғаны орынды, қай кезде орынсыз дейді. Қиын сұрақ екен. Негізі әйел кісі де күйеуін қызғану керек, күйеу де әйелін қызғану үшін сауап жазылады. Білесіздер, күйеуі әйелін қызғанбаса, ол дозаққа кіреді деген де. Ләйтқұл жәннат дайюс дейді, дайюс жәннатқа кірмейді дегенде әйелін қызғанбайтын еркек деген. Негізі сен жақсы көретін адамды қызғанасың да. Жақсы көрмеген адамды қызғанбайсың, не болса болсын, кетсінші дейсің да. Жақсы көретін адамды қызғану, сен оны жақсы көрген. Бірақтан біздің ол қызғанышымыз шариғаттың шекарасынан шығып кетпеу керек. Шариғаттың шекарасынан шығып кетпеуге тиісті. Яғни біздің жаңа қызғанышымыз шариғаттың шекарасында болу керек. Сол қызғанышымыз насихат айтып келуге себепкер болу керек күйеуімізге. Мысалға, сақ болыңыз, көзіңізге сақ болып жүріңіз, өзіңізге сақ болып жүріңіз деген сияқты қызғаныштан шығып барған сөз айтсаңыз, онда сіз одан сайын пайдалы істеріңіз де күйеуіңізге. Құдайдан қорқып жүріңіз. Сіз сыртқа шығып барасыз, қазір заман қиын, қыздар да қиын. Ана көзіңізді, өзіңізді абайлаңыз, ана Құдай саған көзді берген, не болса соны қарасын деп айтпаған, деп қызғанып үйден шығып айтсаңыз, онда ол әйел сауап тапқан әйел болады да. Онда сауап тапқан. Аяки болмаса енді Алла сақтасын деп айтуға да болмайды бұл кезде енді. Күйеуі бір екінші болмаса алған болатын болса, онда сен ол екіншіден күйеуіңді екінші әйелден қызғанып, оған барма, оған барға болмайды, тек қана мен кезегім өтелсін деп тұрсаң, онда бұл бұрыс қызғаныш болып қалады да. Бұл бұрыс қызғаныш болып қалады. Негізі бұл өте ауыр әйел кісілер үшін, бірақ сауабы да өте жоғары болып табылады. Өйткені ол сауапқа тіпті пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзінің ең жақсы көретін әйелі Хадиша анамыз, Хадиша анамыз дүниеден қайтып бара жатқан кезде кеудесінен жаны шығайын деп жатыр. Сол кезде пайғамбарымызға қарап, енді пайғамбарымыз қатты қызғанады, ол кісі де қатты жақсы көреді. Пайғамбарымызға айтып қалды, мен сіздің енді дүниедегі бірінші әйеліңіз болып қалдым, ақыретте де бірінші әйеліңіз болатын шығармын деген сөзіне пайғамбарымыз о дүниеде Асия бар, о дүниеде Мариям бар деген кезде қызғанып кеткен да. Өйткені ол кісілерде пайғамбарымызға берілетіндігі еді. Қызғанып кетті. Сонда қасында тұрған бір кісі айтты, неге сіз бұлай істедіңіз, өзі қиналып жатқан адам ғой деді. Бұл кісі Хадиша анамыз бүкіл сынақтан өтті, осы сынақ қана қалған еді деді. Одан да Хадиша анамыз өтіп кетті. Әйел адамға бұл дүниедегі ең қиын сынақ сол негізі. Сол үшін ондай кезде әйелдің мінез көрсеткені үшін ренжімеңіздер сіздер де. Бұл деген жаңағы бастап бір ұмтыла бермеңіздер, әр нәрсе есебі болсын, жөні болсын, жөнсіз, жосықсыз, әйтеуір бір көзіміз өзіміз алақтап, жалақтап кетіп қалып жүрмейік. Сонда бұл нәрсені білуіміз керек. Ол да Аллахтың аманаты. Егер әйел кісі күйеуін қызғанса, сол қызғанышы оны шариғаттың шекарасынан шығармаса, онда ол сауап тауып кетеді. Ол үшін сауап тауып алып кетеді екен. Әке шешең намаз оқымаған күйде қайтыс болса, оған дұға қылуға бола ма дейді. Шынымен де бұл өте бір ауыр сұрақ, жиі қойылады бұл сұрақтар. Негізі намаз осы иманның көрсеткіші ғой. Ғалымдар арасында білесіздер, ғалымдардың айтқандары да бар. Мұсылман мен мұсылман емес арасындағы бұл шекара намаз деп келіп жатады. Енді ол әке шешеміз намаз оқымау, не үшін намаз оқымай қалды? Ол таухид түсінді, намазды енді оқимын деп жүрген кезде өтіп кетті ма? Яки болмаса өлейін деп жатқан кезде намаз оқитындай шамасы жоқ, бірақтан өлер кезінде ол сіз ла илаһаны айтқан болсаң, ол түсініп, иә балам айттым деп өліп кеткен болатын болса, оны дұға қыла береміз.
Екен ол ар жағында намаз оқиды үйренетіндей уақыт қалған жоқ етін. Ол кетті. Енді намаз оқып үйренетін уақыт қалған еді. Бірақ ол жалқауланып кеткен болатын болса да, онда жумһур көпшілік ғалымдар оған дұға қылуға болады дейді. Бірақ та намазды қажет етпей, қойш деп адам болатын болса, ол адамды мұсылманшылық қатарына кірмейді дейді. Бірақ біздің жағдайымызда үш түрлі жағдай бар. Адамдардың бірінші біз білеміз, оның нағыз мұсылман болып өткенін білеміз, оған дұға қыламыз қорықпастан. Екінші білеміз, оның нағыз дінге қарсы өткенін білеміз. Қарсы болып өтті. Жеп көрді, Құдайын да, Құранды да, пайғамбарын жеп көріп кетті. Оған дұға қылмаймыз. Үшінші адамдар бар, оларға дұрыс жаңағы ислам жетпеді, бұрыс жолмен жетті, олардың мұсылманшылығы толық екені, анық екені күмәнда. Ондай адамдар, осы үш түрлі адамға біріншісіне дұға қылсақ мұсылманға, екіншісіне дұға қылмасақ мұсылман емеске, үшіншісін Аллахтың әділдігіне тапсырамыз болды. Аллах ешкімге уәлә язлим раббука ахада, ешкімге зұлымдық қылмайды. Егер Аллахтың мейіріміне лайықты болған болса, оның рахметіне кіргізеді. Егер ол шынымен де лайықты болмаса, оны дозаққа жібереді. Өйткені шынымен де көп кезде бір кісіден сұраған екен, егер сен өлсең, өлгеннен кейін сенің жазаңды туған анаң берсін ба, дозаққа түсетін, жәннатқа түсетінді, жоқ онда Аллах тағала шешім ба? Кімге тапсырар едің өзіңнің тағдырыңды? Аллахқа тапсыратын ба едің дозаққа жәннатқа түсуді, соның әділ сотына, болмаса ананың сотына тапсыратын ба едің дозаққа жәннатқа түсуді деген кезде айтады екен, мен Аллахқа тапсырам. Өйткені анадағы мейірім Аллахтың берген ғана мейірімі, мақлұқ мейірім, бөлшек мейірім, ал Аллахтың мейірімі шексіз деп айтады екен да. Сол үшін біз шынымен де ол Аллахтың әділдігіне тапсырамыз. Аллахтың әділдігіне тапсырып қоямыз. Аллах тағала өзі шешіп алады. Зұлымдық қылмайды. Шынымен де кей кезде және де бір айтып кететін нәрсеміз, біз бұл мәселелердің жауабын білеміз. Бүкіл білетін нәрсеңді былшылдатып айта беру керек деген нәрсе жоқ. Китманул илм деген нәрсе бар. Кей кезде біле тұрып нәрсені жасырудың өзі білім болып қалатын кездері бар. Мысалға, кімнің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилдің баласы Икрима ислам дінін қабылдаған кезде, оның көзінше әкесі туралы әңгіме айтпаңдар деп ескертетін. Оның көзінше әкесі туралы әңгіме айтпаңдар деп айтатын да. Өйткені көңіліне тиеді. Ал біздер кімнің көрінген көзінде әке-шешесі туралы әңгіме айта беруге ұмтыламыз, бұл да дұрыс емес. Болмаса Мұса пайғамбар, ол біледі кімнің дозаққа түседі, кімнің жәннатқа кіретінін, кімнің кәпір, кім мұсылман екенін ол жақсы біледі, бізден жақсы біледі. Бірақ Фирғауын оған сұрақ қойды, бүкіл елдің көзінше, ал сен Мұса солай деп айтты, сонда біздің ата-бабаларымыз қай жақта деп сұрақ қойды да? Дозақта ма, жәннатта ма деп. Мұса айтқан жоқ, дозақта деп айтқан жоқ. Айлмуха индаллах деді, Алла біледі деді. Раббым ла ядилу ва ла янса, жаңылмайды да, ұмытпайды да деді. Өйткені олай деп айтса, бүкіл халықты өзіне қарсы қойып алатын білген еді Мұса. А біздің кей кезде сол біліп алғанымыз, кім намаз оқығанда мұсылман болса екен біліп аламыз да, өзімізге сол арқылы қарсы қоюмен жұмыс істеп жүрміз шындап келген кезде. Білдің бе, үндемей жүре бер, болды. Сонда шынымен де сен оны, біздің қазір шаруамыз ауырған адамды мұсылман, бір мысалы кәпір деп біреуді шештік. Не істеуіміз керек? Соны басын шауып тастайық па? Жоқ, онда мұсылман қылайық па? Әлбетте мұсылман қылуымыз керек. Біреу кәфір деді, оны дөрекілік көрсетейік па, оған жақта мейірімділік пен жақсылыққа хикмет көрсетейік па? Хикмет көрсетейік. Шариғат соны үйретеді. Сондан осы тұстарда үш түрлі жағдай бар. Біз мұсылман екенін толық білеміз, оған дұға қыламыз. Мұсылман емес екенін толық білеміз, оған дұға қылмаймыз. Ал үшінші жағдайда Аллахтың әділдігіне тапсырып қоясыздар, иншалла.